Кезек біткен кез апалар келіп Мақпал апаймен Мына Гүлжанның мамасы. мен балам блогер ғой. Күніге телевизорда көріп отырамыз. Ай, шынымен Айгүлді аласың ба, келінге алмайсың ба? Жоқ, Мақпал бер, жауап берген жоқсың. Жауап бер, Айгүлді алам. Айгүлді аласың ба, жоқ? Балам ұнатса алам деді. Айтты, кеше айтты. Ұнатса аламыз. Сен жауап Алыңдар. Апалар Шымкенттің апалары ұстап алып та Мақпал апайға бәрін көзінше Айгүлді келін қаласың ба, айт деп отыр да. Қашсам да қоймады, сосын Мақпал апай алады деді да, мен де алады дей салдым. Бір сайттым да. Балаң красавчик па? Бәрі апалар не үшін сұрап жатыр деп жатыр. Сені неге мені тастап кеттің де? Неге мені басқа машинада тастап кеттің де? Короче, бізді осы Қостанай жобасының қатысушыларын керемет жерге шақырып қойды енді. Алып кел неге сен алмамышсың? Сен өзің тастап кеттің ғой мені? Барасыңдар ма? Барайық. Ана, сайтикті тастап кетті. Жоқ, сайтик барады. Жобасының қатысушыларын керемет жерге шақырып қойды енді. Алып кел неге сен алмамышсың? Неге алмамышсың? Сен өзің тастап кеттің ғой мені? Барасыңдар ма? Апарасың ба? Ана, сайтикті тастап кетті. Жоқ, сайтик. Сендерге бірдеңе айтайын ба? Опа. Мә, таң қаласыңдар естісеңдер. Неге бірден музыканың дауысын азайын деп отырсың? Бүгін далада жаңбыр жауып жатыр, соны айтайын деген. Не дейді? Төф, кім ойлаған мынандай ғашықтардың қасында үшінші лишний адам болып отырам деп, мысалы. Неге ондай болды? Өзіңнен көрсей. Неге басым бос, мысалы? Өзіңнен көрдік. Өзіңнен көрдік қатын алсы. Арам. Неге мені сонда менсінбей түсінер ма? Жігіті жоқ деп типа? Жоқ, Ну ладно. Сен қазір любой жігітті қағып аласың, просто сен намысың ары ұятың бар да. Десе бас